Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жеңіл жасалатын салат әзірлейміз. Салатымызға керекті заттарымыз: зәйтүн майы, алма сірке суы 9%, бұрыш, тұз, ас көк, қызыл жуан, сарымсақ, шалғам, яғни редиска, лимон, салат жапырағы, қызанақ, қияр және лаваш. Ең алдымен қиярымызды ортасынан кесіп тураймыз. Екінші шалғамымызды артық жапырақтарынан тазалап алып, қияр сияқты жарты бөлікке бөліп тураймыз. Сырты тазаланған қызыл жуамызды да жарты бөлікке бөліп тураймыз. Қызанақтарымыз үлкен болғандықтан алдыңғы туралғандардың пішініне келтіріп тураймыз. Бұл жерде черри қызанағын алып турасаңыздар да болады. Қызанақтардан кейін ас көгімізді майдалап турап қосамыз. Салат жапырағын қолдың көмегімен осылай жыртып салдым. Енді осы салатымызға тұздық дайындаймыз. Тұздыққа ең алдымен сарымсақты майдалап турап қосамыз. Одан кейін жарты лимон сығындысын қосып, 3 ас қасық зәйтүн майын құямыз. Қалауларыңыз бойынша тұз бұрыштарыңызды қосып араластырасыздар. Ең соңында 9%-ық алма сірке суын қосып жақсылап араластырып салатымызға құямыз. Салатымызды да жақсылап араластырғаннан кейін дастарханға ұсынылып қойылатын ыдысымызға саламыз. Салатымыздың бетін әсемдеу үшін лавашымызды үшбұрыш тығып турап аламыз. Қызып тұрған пеште лавашты 5-7 минут ұстайсыздар, кішкене қызарғанша. Қызарған лавашымызды салатымыздың бетін әсемдейміз. Үстіне қалған тұздығымызды құямыз. Осымен салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұржамал.